1981 жылы әлемнің ең үздік боксшысы Серік Қонақбаев қазақ боксының тұтас бір алтын дәуірінің бастауы болды. Қазақ боксшыларынан Қонақбаевқа дейін Еуропа чемпионатын ұтқан ешкім болған жоқ. Серік Қонақбаев Кеңес одағы боксшыларының ішінен әлем кубогын қатарынан 2 рет жеңіп алған тұңғыш былғары қолғап шебері. Боксшының өмірінен бір үзік сыр сіздер үшін. Шаршалаңда шеберлігін шыңдап, қазақ елінің атын күллі әлемге танытқандардың бірі Серік Қонақбаев. Бала Серік боксқа 14 жасында келді. Алғашында футболмен шұғылданды. Вахид Масудов пен Антон Шоқ секілді бүгінгі атақты бапкерлермен қатар доп тепті. Құжаттарда туып өскен жері Павлодар деп көрсетілгенмен, боксшының балалық шағы Таразда өткен. Сол кезде әкем көргенде, қалай мен салмақ қуып жатырмын, қалай қиыншылық көріп жатырмын. Кейін әкем бірінші орын алғаннан кейін әкем айтты: балам, көзім жетті деді. Сен рингке шыққанда сен жолбарыс сияқты ойнайсың деді. Сонда қиыншылық көріп жатырмын. Сондықтан сен олимпиадаға қатысасың. Серіктің егізі бар. Қатар туған қос балаға әкесі Серік және Ерік деп ат қойыпты. Сендер егізсіңдер, өмірде бір-біріңе тірек болып жүру үшін боксқа барыңдар депті әкесі. Серіктің алғашқы бапкері білікті боксшы Кеңес Омаров еді. Кейін Константин Цхайдың қолында жаттықта. Болған жағдай уақыт өткен сайын жүрегімді сыздатты. Өйткені барлық қазақстандықтар, тек Қазақстан емес, бүкіл одақ Серіктен үлкен нәтиже күткен болатын. 1981 жыл біз үшін сәтті болды. Барлық байрақты бәсекелерде Серік қарсылас шақ келтірмей жеңімпаз атанды. Бір жыл бұрын жіберген кемшіліктерімізді түзеп, өткенге қорытынды жасап, толассыз жаттығулардың арқасында бірнеше белестерді бағындырдық. Әлем кубогының иегері атанған Серікті дүние жүзінің спорт журналистері әлемнің ең үздік боксшысы деп бағалады. Ол кезде Кеңес одағының құрамасына кіру оңай емес еді. Серік Қонақбаев жастар арасында өткен екінші бүкіл одақтық ойындарда бірінші орын алып, КСРО-ның жастар құрамасына қабылданды. Оның да өкініш сәттері аз емес. Бір ғана Мәскеудегі жеңілісіме өзіміз кінәліміз дейді. Бапкері Цхайдың да жастығы әсер еткен. Дайындығымыз нашар болды және салмақты көп қудым. Финалда Патрицио Оливада мен секілді шабуылдауды жақсы көретін боксшы. Айқас қиын өтті. Ол маған жабыса берді, күрес болып кетті. Қысқасы, маған дұрыстап өнер көрсетуге мүмкіндік берген жоқ деп еске алды сол кезде. Менің ойымша, осы олимпиадаға дайындық дұрыс болған жоқ деп мен ойлаймын. Неге десеңіз, олимпиада 2 ай қалғанда, 1,5 ай қалғанда бізде бүкіл сборны апарып қара теңізге демалтты. 2 апта біз демалдық, ешқандай тренировка жасамай, ешқандай режим болмай. Сондықтан кейін бәрі жігіттер артық 10-12 килограмм салмақ бәрі қосылды. Бір қызығы, Серік Керімбекұлы сол финалдағы қарсыласы Оливамен әлі күнге дейін араласып тұрады екен. Патрицио Италияның Палермо қаласында заң шығарушы органның депутаты. 2 қыз, бір ұлдың әкесі атанған боксшы 24 жасында үлкен спортпен қош айтысты. Осылайша оның саяси қызметтегі жолы басталып кетті. Өзіміз сол Серік ағамызға теледидардан кезінде бала кезде көріп, соған ұқсасақ екен деп міне шүкір дейміз. Сол Серік ағамыздың бұнда бокстың тәжірибесі өте мықты, бойы бокстағы, оның қимылдары өте күшті болған. Енді Серік ағамыздың тек денсаулығы мықты болсын дейміз. Шаршалаңда өткен ғұмырында 2 мәрте Еуропа чемпионы, әлем кубогының иегері және 1981 жылы әлемнің ең үздік боксшысы деген атаққа ие болды. Боксқа сіңірген еңбегі үшін Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы мен Қазақ туризм және спорт академиясының профессоры атанды. Серік Қонақбаев ағамыздың есімі қазақ бокс тарихында алтын әріппен жазылды.